Сәлем достар, бүгінгі біздің видео әдеттегідей жылдың басы болғандықтан ИП-ның өзі үшін төлейтін әлеуметтік төлемдеріне арналады. Яғни ай сайынғы ИП-ның өзі үшін төлейтін пенсионкасы, соцотчислениясы, медстраховкасы. Енді сіздер барлықтарыңыз білесіздер, биыл бізде 2024 жылы минималды жалақы мөлшері 85 мың теңге. Сондықтан қазір мен мысал ретінде осы минималды жалақыдан отчисление төлеуді көрсетемін. Ол үшін біз бірінші платежи бөліміне өтеміз. Пин-кодтарыңызды тересіздер. Все платежиға өтеміз. Осының ішінде штрафы и налоги. Штрафы и налогидің ішінде платежи для ИП. Платежи для ИП-ның ішінде бізде көріп тұрғандарыңыздай биыл өзгеріс бар. Сіздер ИП иесі болғандықтан біріншіні обязательный пенсионный взносы, екіншіні социальное отчисление, төртіншіні взносы на обязательное медицинское страхование, бұл бізде медстраховка, және ең соңғы бізде тұрған жетінші обязательный пенсионный взносы работодателя. Осы төрт платежды төлейсіздер. Яғни бізде биылғы жылдан бастап обязательный пенсионный взносы работодателя деген енгізілді. Барлықтарыңыз уже естіп жатқан шығарсыздар. Бізде ол окладтан 1,5%. Яғни сіздер өздеріңізге ИП иесі болып 85 мың теңге минималды зарплатаны көрсететін болсаңыздар доход ретінде, сол 85 мың теңгеден 1,5% дополнительно ОПВР төлейсіздер. Яғни обязательный пенсионный взносы работодателя. Бұрын біз тек пенсионка, соцотчисление, медстраховка төлеу жүргенбіз, биыл бізде ОПВР қосылады. Осы енді ең бірінші бізде обязательный пенсионный взносы. Бұл бізде пенсионка. Обязательный пенсионный взносыға кіресіз. Кіргеннен кейін бізде КНП 0,10 деп тұрады. Осы қалады бізде. Период оплаты январь деп төлейсіздер. Иін плательщика деген жерге өзіңіздің иініңізді жазасыздар. Иін работника деген жерге тоже өздеріңіздің иіндарыңызды жазасыздар. Себебі сіз ИП өзіңіз үшін төлеп жатқан төлем болғандықтан өзіңіздің иініңізді жазасыз. Иін работника деген жерге тоже. Сумма сіздерде биылдан бастап, 2024 жылдың қаңтар айынан бастап, егер минималды жалақыны көрсетсеңіз, онда сізде 8500 теңге болады. Ол дегеніміз 85 мың теңгенің 10%, 8500 теңге. Енді келесі сіздер нәрде Каспий Голд деп төлейсіздер, немесе Каспий Пэй дейсіздер, к оплате 8500 дегенді басасыздар. Мен бұл жерде мысал ретінде видео түсіріп отырғандықтан ештеңе төлемеймін және иінімді жазбаймын. Енді к оплате деп басасыздар, төлейсіздер. Фонд сізге 3 жұмыс күннің ішінде лицевой счетыңызға ақшаңызды түсіреді. Енді келесі төлем бізде социальное отчисление. Бұл бізде соцотчисление қысқаша. Бұл жерде выберите тип платежа дейді. Ашасыздар. КНП 0,12 социальное отчисление деген таңдайсыздар. Астында период оплаты январь 2024. Иін плательщика деген жерге өздеріңіздің иініңізді жазасыздар. Иін работника деген жерге тоже өздеріңіздің иініңізді жазасыздар. Себебі сіздер ИП иесі болғандықтан екі жерге де өз иіндарыңызды тересіздер. Сумма бізде биыл 85 мың теңге минималды жалақыдан біз соцотчисление как минимум бізде 85 мың теңгеге 2975 теңге төлейсіздер. Соцотчисление 2975 теңге. Келесі выберите счет для оплаты деген таңдайсыздар да, к оплате 2975 дегенді басасыздар. Так, болды, осылай төлейсіздер. Фонд сіздерге 3 жұмыс күн ішінде ақшаңызды түсіреді. Енді келесі бізде медстраховка. Медстраховканы сіздер уже білесіздер. Ол бізде бұл жерде төртіншісі взносы на обязательное социально-медицинское страхование. Астында кішкентай жазумен для ИП деп тұр. Осыны төлейсіздер. Отчислениенің ішіне кірмейсіздер. Себебі отчисление бізде
жұмысшыға төленеді. Ал сіз ИП иесі болғандықтан взносы на обязательное социальное медицинское страхование деген таңдайсыздар. Және бұл жерде период таңдайсыздар. Январь 2024. Үстінде индивидуальный предприниматель деп өз жазылып тұрады. КНП 122. Иін плательщика деген жерге өздеріңіздің иіндарыңызды жазасыздар да продолжить дейсіз. Продолжить деген кезде сіздерде продолжить деген кезде 5950 теңге деп өзі шығады, соны оплатить деп басасыздар. Биыл бізде медстраховка ИП үшін 5950 теңге болды. Сіздерге фонд 3 күннің ішінде түсіреді ақшаңызды. Келесі бізде биылдан бастап енгізілген ОПВР, ол бізде платежи бөлімінде ең соңында тұр. Обязательные пенсионные взносы работодателя. Яғни бізде жұмыс беруші төлеу керек жұмысшыға, бірақ бізде заңда ИП өз-өзіне де ОПВР төлейді деп айтылды. Сондықтан төлеу міндетті. Обязательный пенсионный взносы работодателя басасыздар. Тип платежа. Выберите тип платежа деген жерге обязательный пенсионный взносы работодателя 0 КНП 0,89 деген таңдайсыздар. Период оплаты январь 2024. Иін плательщикаға өзіңіздің иініңізді жазасыз. Иін работникаға тоже өзіңіздің иініңізді жазасыз. Сумма деген жерге бізде минималды жалақыдан, яғни 85 мың теңгеден ОПВР бізде 1,5% болғандықтан 1275 теңге болады. 1275 теңге болады. 1275 теңге деп жазасыздар да. Счет для оплаты сіздерде Каспи Голд немесе Каспи Пэй дейсіздерде к оплате 1275 дегенді басасыздар. Көкпен тұрғанда. Фонд сізге 3 жұмыс күннің ішінде ОПВРді түсіреді. Қысқаша осы, және менің тағы бір ескертіп айта кететінім, бұл міндетті аударымдарды, яғни бұл бізде ай сайын төлену керек. Пенсионка, соцотчисление, медстраховка, ОПВР бізде ай сайын төлену керек. Егер мысалы сіздер қаңтар айының ақшасын февраль айының 25-іне дейін төлеу керексіздер. Яғни осы айдың міндетті төлемін сіз келесі айдың 25-іне дейін кешіктірмей төлеу керексіз. Январьдікін февральдың 25-іне дейін, февральдікін марттың 25-іне дейін, марттың төлемдерін апрельдің 25-іне дейін деген сияқты төлеу керексіздер. Егер сіздер келесі айдың 25-іне дейін төлемей, барлығын жинап бір 6 айдан кейін отчет тапсыратын кезде бірақ төлеп, кешіктіріп төлеу жатсаңыз, сіздерде пеня жүреді. Сондықтан төлемдер бұл міндетті аударымдар болғандықтан ай сайын ұмытпай төлеп отырғандарыңыз дұрыс. Назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы болды деп үміттенемін. Бұл бізде Каспи KZ приложениясынан төлеу инструкциясы, ал келесі жолы мен Каспи Пэйдан төлеуді саламын, яғни бөлек видео түсіремін. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп жазылып қойыңыздар. Видеоны соңынан дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.